Нидерланд елінде Хагавей деген ауыл бар. Бұл ауылдың тұрғындары қарапайым күнделікті өмір сүреді. Ауылды аралап, қыдырып, киноға, мейрамханаларға, дүкендерге, сән салондарына барады. Бірақ бұл ауылдың бір ерекшелігі бар. Ауыл тұрғындарының барлығы кәрілік деменциямен ауырады. Бұл эксперименттік ауыл. Эксперименттің мақсаты кәрілік деменцияға шалдыққан адамдардың өмірін жеңілдетіп, оларға күтім жасау. Ауылда 152 адам тұрады және 300-дей медициналық қызметшілер бар. Бірақ олар біз үйренгендей ақ халат кимейді, себебі ауыл тұрғындары үшін олар кассирлер, шаштараздар, пошташылар. Экспериментті ойлап тапқан адамдардың айтуынша, бұл деменцияға шалдыққандар мен олардың туысқандары үшін өте ыңғайлы және күнделікті күтуші жалдағаннан әлде қайда арзан. Қарияларды 24/7 камерадан көріп отыруға болады. Қалағандарының бәрін жасай алады, тек ауылдан шығуға болмайды. Бұл дұрыс эксперимент пе?